Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі, балаларды ерте дамыту институты, Астана қаласының білім басқармасы, Астана қаласының білім басқармасына қарасты әдістемелік орталық үш тарап бірлесіп, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының заманауи балабақша теориядан іс-әрекетке тақырыбында республикалық форум өткізді. Ата-аналар бар, біз ата-аналар не деп барамын, мен ақша төлеп жатырмын, баламды берем, айналысып, мен не барамын? Мен айналысатын болсам, балабақша мен үшін керек бар деп жатыр. Сол жерлерде уже мектеп балабақша мен ата-ана арасында конфликт басталады. Форматы ерекше іс-шара халықаралық спектрум жекеменшік мектебінде болды. Спикерлер қызыл кілемде емес, қызыл нүктеге шықты. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі, балаларды ерте дамыту институт директоры Гүлшат Оңланбекқызы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың сапасын арттыру бағытында сөйледі. Келесі болып Күзембаева Фариза Досмұхамбетқызы құндылықтарға негізделген тәрбие, Ержан Мырзабаев балабақша мен ата-аналар арасындағы серіктестік орнатудың тиімді жолдары, Сембаева Әсем Булатовна нейробика жаттығуларының балалар қалыптасуына ықпалы, Бадакова Найла Әбілхайровна ерекше балалармен жұмыс жасаудың жаңа форматы тақырыбында өздерінің іс тәжірибелерімен бөлісті. Сондай-ақ Астана қаласы нөмір 8 мектеп лицейінің 3 сынып оқушысы Тасболатова Аяжан Сәбитқызы өз сезімдерін баяндады. Балалардың алғашқы 5 жылы өте маңызды. 4-ші тазаи, 5-ші орта. Сонымен үлкен адамдар, сіздер бізге балаларға қалай көмектесе аласыздар? Бүгінгі шара өзіме өте ұнады. Қалалық білім басқармасының әдістемелік орталықтардың ұйымдастырып жатқан, форматы өзгеше өткізіп жатқан. Сондықтан да енді алдағы жұмыстарымызды жоспарлауға жалпы республика бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда бір үлкен бір тың серпін берді деп ойлаймын барлық қатысушыларға. Форумда маған ұнағаны нейрогимнастикалық жаттығулар арқылы, оң қол, сол қолмен жұмыс жасау арқылы біз басымыздағы оң жақ, сол жақ миларымызды дамыту арқылы. Бұл бізде балабақшада 3 жас пен 6 жас аралығындағы балаларға қолдану өте тиімді деп ойлаймын. Өйткені баланың тілі енді шығып жатқан кезде оң қол мен сол қолды көрсете отырып, біз олармен жұмыс жасаймыз. Маған өте керемет осы жаттығу ұнады. Күннің екінші жартысында әуен іс тәжірибеге ауысты. Көрмегенді көргендей, көргенді көкке тірегендей айтпайын. Бірінші тізімде тұрған Астана қаласы нөмір 98 Мирас балабақшасында болдым. Нөмірі 17 балабақша әдіскері Айгерім Жақиянқызы, нөмірі 98 балабақша меңгерушісі Алмагүл Жеткергенқызы, нөмірі 56 балабақша меңгерушісі Гүлсім Әзімжанқызы кезекпен тәжірибелерімен бөлісті. Шіркін уақыт тапшы болды, әйтпесе көсілейін-ақ деп тұрған мамандар екен десті жиылғандар. Балабақшалардағы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы азаттық дамытушы ортаны, құзыреттіліктерді қалай қалыптастыру керек, сол жөнінде көптеген тәжірибе алмасып, практикалық сабақтарға қатысып, өзіме үлкен керемет мол тәжірибені жинақтап алдым деп ойлаймын. Бүгінгі осы іс-шараға Атырау облысынан келіп қатысқаныма өте қуаныштымын. Өзіме іс тәжірибеме қолданатындай көптеген мағлұматтар, жаңалықтар алдым. 98-ші Бөбекжай балабақшасына келдік, мемлекеттік балабақшасына. Бұл жерде маған өте ұнаған дүние, 5 дағдыны дамыту бойынша өте қарқынды, ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр екен. Өзіңізге не алдыңыз? Өзіме мен алдым, жаңағы жасалып тұрған ұлды ұл етіп тәрбиелей білейік, кішкентайынан қызды қыз етіп тәрбиелей білейік деген ол баланың үнемі көз алдында тұрады. Жаңағы суреттер, балалардың жасап жүрген күнделікті дүниелері, осының барлығы бала өскен кезде өзіне келешек өмірінде қажетті дүниелерді көп береді деп ойлаймын. Заттық дамытушы орта жақсы жайғастырылып қалыптастырған, одан кейін ата-аналармен сұхбат және педагогтармен сұхбат айдары бар, және одан кейін балабақшаға ата-ана келген кезде онлайн QR код арқылы балабақшаның бүкіл мағлұмат ала алады. Осынысы ұнады. Бүгінгі шара өте кереметте жақсы ұйымдастырылған екен. Осы форумнан көптеген өзімізге керекті дүниелерді алып, міне қуанышпен қайтып бара жатырмыз. Мынау 98-ші Бөбекжайға өте алғысымыз шексіз. Бізде жоқ дүниелер бар екен, орталықтар бар екен, нағыз қазақи тәрбие беретін балабақша екен. Осы балабақшаның меңгерушісіне
үлкен алғыс айтамыз. Одан кейін бағана таңертеңнен басталған форум керемет, спикерлердің бәрі жан-жақты білімді, бізге өте бір көптеген жақсы мағлұматтар берді. Жиі болып тұрса екен осындай форумдар. Күн шықты, гүл жайқалады. Керемет, әдемі өзінің жапырақтарымен. Театр әлеміне қош келіпсіздер. Тамаша, керемет. Сөз соңында жаңа ғана өзінің тәжірибесімен бөліскен Астана қаласы білім басқармасына қарасты нөмірі 18-ші бөбекжай балабақшасының әдіскері Айгерім ханымды сөзге тарттық. Айтыңызшы, айтылмаған не қалды? Мен өзімнің 6-шы стратегиямен бөлістім. Яғни 5 күндік жұмыс жоспары, тәрбиешілермен жүргізілетін әдіскердің 5 күндік жұмыс жоспарымен таныстырдым. Бірақ енді уақыттың тығыздығына байланысты жаңа ойлап отырмын, біраз жұмыстарымды көрсетпеппін. Тәрбиешілерімнің дайындаған материалдарын, жайлы балабақша туралы, осы биылдан бастап біз жайлы балабақша жобасын қолға алып жатырмыз да, QR кодтармен мобильді кітапхана, сонымен қоса бізде эксперименталдық алаң жүріп жатыр Абай аманаты бойынша. Сол бойынша жасаған жұмыстарымызды көрсетейін деп ойлаған едім, биылғы жұмыс. Соны уақыттың тығыздығына байланысты сол айтылмай қалыпты. Бүгінгі бастама сөзден іске қадам басқан әрекеттерді көрсетті. Айтарлықтай тәжірибелер ортаға салынды. Идеялар қоржынына кім не салып әкеткені өздеріне аян. Білім айнасы Астана қаласынан Қуантай Амантайұлы.